Бисмиллах. Барша көрермендерге сәлем. YouTube көрек арнасының дамуына атсалысып, тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіз. Деймін махыр мәселесі әңгіме болып жатыр ғой. Соған қатысты бұрын жазған бір постымды бөлісе кетейін. Махыр автокөлік қалың мал. Махырдың ең аз мөлшері 35 грамм күміс 10 дирхам, ал ең көбінің шегі жоқ. Бірақ ең хайырлы әйел, махыры аз болған әйел делінеді хадисте. Сондықтан да тұрмысқа шығатын қыз квартира, қымбат автокөлік сұрап махырын шарықтатуын қажеті жоқ. Қанағат керек. Әсіресе қалың мал беру дәстүрі бар біздің елде, махырды барынша аз сұраған абзал. Мысалы біздің елде қалың мал береді, оған қосымша сүт ақысы деп анасына береді. Кей ерлерде әке ақысы деген бір нәрсені және шығарып алыпты. Енді оған махырды қосса, жігіт асылып қалар. Неке жеңіл болу керек. Отау құру проблема болмауы керек. Барынша жеңіл болғаны дұрыс. Сол себепті қалың мал беру дәстүрі қалыптасқан біздің елде қалың малды махыр ретінде есептеп, қыз жағы жігітке жеңілдік танытқаны жөн. Неге десеңіз, қазіргі таңда көбінесе қалың малдың мөлшерін жігіт қызбен келіседі. Көп жерде солай. Қыз жігітке пәлен қалың мал бересің дейді. Жігіт оны туыстарына айтады. Шариғи тұрғыдан қарағанда, егер қалың малдың мөлшерін қыз белгілеп, жігіт қызбен келіскен болса, оны да махыр ретінде санауға болады. Кейін қыз қаласа ол қалың малды жарату өкілдігін ата-анасына береді. Өйткені шариғатта махыр, қалың мал ата-анасына берілмейді, қызға беріледі, ал қыздың жеке дүниесі саналады. Ата-анасы оны қыздың жасауына пайдаланады. Немесе қалың мал берілгеннен кейін қыз махырдың ырымын жасап, махырдың ең аз мөлшеріне сәйкес 35 грамм күміске қосымша махыр сұраса болады. Әрине, мұнда қыздың келісімі маңызды. Қыз келіссе қалың малды махыр ретінде есептеп жақсы. Онысы жігітке жасаған жеңілдігі болар еді. Махырды алдын ала келісу. Және айта кететіні, жігіт қызбен махырын алдын ала келісіп алған жөн. Сонда неке қию барысында шок болмайды. Әйтпесе кей видеолардан көріп жатамыз. Қыз махырын айтқанда жігіт бетіне былш еткізгендей күй кешіп жатады. Өмір екеуіңізді ғой, онда ешкімнің шатағы жоқ. Сол себепті бәрін некеден бұрын келісіп алғандарыңыз жөн. Неке деген өмірлік келісімшарт. Келісімшартқа қол қоймас бұрын келіссөзге отыру керек. Абдусамат Қасым.